Ақсақ Темір әрі жас, әрі жетім, әрі ақсақ бала екен дейді. Бірақ жас болса да ол өте зерек, байқағыш, қырағы, мықты болған екен. Бір күні бұзау бағатын 40 бала сапарға кетіп қалады. Өйткені олардың аяғы сау, дені сау. Ал Ақсақ Темір өзі ақсақ, оларға ілесе алмай ақсалаңдап, ақырын жүріп отырып, бір биік шың тастың қасына келіп отырады. Сөйтіп құмырсқаның тасқа шығып бара жатқанын көреді. Құмырсқаға қарап біраз отырады. Бірақ құмырсқа біраз барған соң қайта сырғып жерге түсіп қала береді. Құмырсқа тағы шықты. Бұл жолы жаңағы барып құлаған жерінен асып, тағы да сырғып түсіп қалды. Сөйтіп, құмырсқа шыққан сайын өрлей-өрлей бір уақытта тастың басына да жетті. Мұны көріп отырған Ақсақ Темірге мынадай ой келеді. Қарашы, не нәрсе болса да талаптан екен. Талап қылсаң, неге болса да жетеді екенсің. Мына құмырсқа бағана шыға алмады. Ал бұл енді шыға алмайым деп безген жоқ. Талаптанып, өрлей-өрлей ақырында шың тастың басына да шықты. Мен де талаптанып көрейін. Талаптансам мен де дегеніме жетермін, деп қорытынды жасаған екен. Баяғы бұзау бағатын 40 бала мен Ақсақ Темір өзі де бұзау бағады екен. Олар ылғи хан болып ойнайды. Құмырсқадан тағылым алған Ақсақ Темір бір күні оларға былай дейді. Біз бұлай ойнамайық, хан болу үшін былай істейік. Осы тұрған бәрімізде киімімізді шешіп, осы жерге үйіп, орда жасайық. Соң бәлен жерден осыған бәріміз жүгірейік, жарысайық. Кім озып келсе, сол бала бізге хан болсын, және жүгіретін жеріміз алыс болсын, дейді. Балалар да, жарайт мақұлақ болсын, деп қостай кетеді. Сонымен киімнен орда жасап, енді жарысуға келе жатыр. Жарысатын жер мен орданың арасы 3-4 шақырым екен. Бағанағы 40 бала жарыс басталысымен-ақ алға қарай жүгіріп, Ақсақ Темірден озып кеткен. Ал Ақсақ Темір ақсалаңдап әлі жүріп келе жатыр. Бірақ жарысып кеткен балалар біраз жер жүгіргесін өкпелері өшіп жүгіре алмай қалған еді. Ақсақ Темір ақсалаңдап отырып, жолдағы жүгіре алмай жатқан балалардың бірінен соң бірін тастап келе жатыр. Алдында бір бала бар. Әлгі бала мұны көре салып, ордаға бар пәрменімен жүгіреді. Ордаға құлаш жетер жерге келген кезде Ақсақ Темір басындағы бөрігін алып лақтырып жібереді. Бөрік әлгі баладан бұрын барып ордаға түседі. Бала да жетеді. Енді Ақсақ Темір мен жаңағы баланың арасында хандыққа талас туады. Ақсақ Темір, мен хан болам, менің басым бұрын келді, дейді. Ал бала болса, мен хан болам, сенің бөрігіңнің керегі жоқ, мен аяғыммен озып келдім, дейді. Сонымен балалар таласа-таласа әбден шаршап отырса, алыстан бір ақсақалды қария адам келе жатыр екен. Жүріңдер, деді Ақсақ Темір балаларға. Ана кісі не десе сол болсын. Жарайды, деді балалар. Балалар қарияға барып, сәлем беріп, өздерінің дауын айтып, төрелік беруін сұрайды. Бұлардың сөзін тыңдап болып, ақсақал балаларға былай деп сұрақ қояды. Адамның басы үлкен бе, жоқ аяғы үлкен бе, дейді қария. 40 бала шу ете қалып, басы үлкен дейді. Ендеше, басы үлкен болса, басы бұрын келсе, хан мынау болу керек, деп Ақсақ Темірді көрсетеді. Сонымен балалар ақсақалдың берген төрелігіне тоқтап, Ақсақ Темір 40 балаға хан болады. Манағы өзімен таласатын баланы өзіне бас уәзір етеді. Мен той жасаймын, деді Ақсақ Темір. Хан болдым, олай болса, аман бағып жүрген бұзаудың біреуін әкеліңдер, сойыңдар, етін асыңдар, сөйтіп той істейік, деп уәзірінің біріне бұйрық береді. Айтқаны орындалады, ет жеп, өздері ойнап той жасайды.